бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болғандықтан қимылдауға ерініпті. Жалқаулығы сонша тіпті тұмсығының астында жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға да құлқы болмайды. Ақыры тышқан оны біздің маубас деп мазақтайтын болыпты. Бір күні қожасы 2-3 қап бидайды үйіне кіргізіп, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қояды. Көзді ашып жұмғанша қаптың тас-талқанын шығарады. Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сытырлаған мазасыз тышқандардан оянып кетеді. Сонда қаптың жібін бытырлата қырқып, дәні күтірлете сүйреп жүрген тышқандарды көреді. Оларға ажырая, бақырая қарап қойып, тамақ жеп жүрсіңдер ме деп қозғалмайды. Орнынан тұрып тышқандарды қуып жіберуге ерінеді. Әй қойшы, жіберсін деп жата береді. Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты шашылып жатқан дәнді көрді де мынаурап жатқан мысыққа жетіп барады. Мен үйге сен барсың ғой деп жүрсем, тіпті сен үйге кірген ұрыны тышқандарды да ұстай алмайды екенсің. Сені несіне бағамын, одан да тоғайға апарып құтылайын деп сақылдаған сары аязда тоғайға апарып тастайды. Осы кезде ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан жылы үйде жатып дайын асқа семірдің. Тышқан аулауға да еріндің. Енді қайтер екенсің? Қане мынау қар басқан тоғайдан тамақ тауып көрші енді, деп сықылықтап күліп кетеді.